армысыздар, сіздермен бірге мен Ағдырадастар. Бүгінгі видеода мен мұғалімдердің типі 2 түсіретін боламын. Ал ендеше кеттік. Бірінші тип балаларға мән бермейтін мұғалім. Сәлеметсіңдер ме балалар? Орындарыңнан тұрмай қойыңдар. Отыра беріңдер, отырыңдар. Апайға самолет атып жіберейік. Апай, сау болыңыз, мен кеттім. Алыңыз журналыңыз, кетіңіз. Мен кеттім. Бар. Кет бір. Бар, мама. Екінші тип ұялшақ мұғалім. Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен қарамын тұр. Мама қарамын тұр. Өзің қолтыра беремін. Өзің қарамын тұр. Қарам. Балалар, шулап отыра беріңдер. Мен басқа класстарға барайын, я? Сағат қанша болды? Мен бара берейін, я? Сабақ бітті. Мен басқа класстарға бара берейін. Үшінші тип жаңадан келген мұғалім. Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен осы мектепке жаңадан келген мұғаліммін. Менің есімім Мейіржан Ағзария Бауыржанқызы. Өздеріңізді таныстырып кетіңіздер. Ал сен айта ғой. Сен айт. Балалар, бүгін біз қандай тақырып өтеміз? Бүгін біз алма ағашы деген тақырып өтеміз. Ба? Ал қазір мен сұрай, кім бүгінгі тақырыпты айтады? Мен сендердің апайларыңның журналын алдым. Мінеки, мына жерде барлығының бағаларының жоқ екен. Мінеки, мына жерде ешқайсыларының бағаларының жоқ. Мен қайсына жерге қоям. Так, бүгінгі сабақтың тақырыбын бүгін кім кезекші, сол айтады. Бүгінгі кезекші Дәулетова Сабина. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сондай ма? Біреулерің кітап бере тұрыңдар. Қазақ тілі кітабын. Дәулетова Сабина беріңіз. Қазір мен сендердің кітаптарыңнан көремін. Так, 83-ші бет нұсқаулық жазамын.
дара және күрделі етістік. Балалар, біз әлі біз деген 81-ші бетте екенбіз ғой. Ойбай, кешіріңдер. Мен енді білмей жатырмын сендерді. Кетме, кітабыңды ала қой. Алма кітабыңды. Сендерге мұғалімдерің үйге жаттау берді ма? Ойбай, мына дәптерлеріңді алыңдар. Кімдікі мынау? Кімнің дәптері? Мынау сіздік ма? Кешіріңіз. Ал беріңіз. Ал қазір мен бірінші кімнен шығарсам екен? Мына қыздардың Ескендір, сіз шығыңыз. Молодец, сіз бүгінгі сабақты дұрыс айтып бергенсіз. Маған сіздердің немелеріңіз маған бүгін айтты. Мұғалімдеріңіз, сіздер деген қазір мына кітапта бір ұзақ мәтін бар. Соны оқып отыра беріңіздер, мен өзім журнал толтырып отыра беремін. Қоңырау соғып қойыпты. Бүгінгі сабағымыздың бәрі тақырыпты білмеумен өтті. Кешіріңдер, енді мен бүгінгі тақырыпты білмедім. Сондықтан да бүгін енді кішкене неметіп қалдық. Сабақ өтпей қалдық. Демалыс күні өте саламыз, суббота күні. Саламдар. Келесі тип мақтаншақ мұғалім. Привет, мой сәлеметсіңдер мен. Оқушылар, менде бар ғой, мынандай күшті пенал бар, оқушыларынан қараңдар. Мен просто сендер оқушылар, мынандай пеналды сатып алыңдар. Семейде тұрады, өте күшті пенал. Ондай жылтырлары бар. Мынау мен күшті журнал сатып алдым. Ей, сен алдында менің күнделігімді жыртып тастап едің ғой. Я, осындай журналым жыртып тастап едің ғой. Енді мен ең керемет журнал сатып алдым. Сендер мұнаны қаншалықты жыртып кестеңдер де, мен ақшам көп. Осыған сатып аламын мен. Еще сендер бар ғой, переменада менің ана бар ғой, менің балам бар, сол мына класста оқиды. Менің баламның классы деген күшті ғой. Менің балам партада шуламай отырады, переменада жүгірмейді, сабағы да без, мұғалімдерге де ұнайды. Ал сендердің немене мынау? Маған ұнамайсыңдар. Не мынау? Бүкіл дәптерлердің бетін жыртып мұнаны атқаннан басқа түк білмейсіңдер. Мұнаның көзін жоймайсыңдар. Менің балам мұнаның не екенін де білмейді. Тіпті менің балам бұндайды мүлдем қолданбайды. Алыңдар. Ойбай, қоңырау соғып қойыпты. Кешіріңдер балалар. Сабақты өтпей қойып. Сау болыңдар. Мен барып балама барып келейін. Қалай екен. Келесі тип жай нәрсеге бола ұрса беретін мұғалім. Сәлеметсіңдер. Балалар, менің орындығыммен ойнамасаңдар,
Немне қисайып тастағансыңдар? Сәлеметсіңдер ме? Амандаспайсыңдар ма? Сынып жетекшілеріңе тұр деп айтпаған ба? Сендерге тұруды үйретпеген ба немене? Сендерге мұғалімдерің? Тез тұрыңдар орындарыңнан. Сәлеметсіңдер ме? Сендер немене группа ашып өздерің сөйлесіп отырсыңдар, Анау осы неге сендер сөйлесіп отырсыңдар, Екінші сынып группасына, Неге сөйлесіп отырсыңдар деймін, ол группа сендерге сөйлеу үшін арналған ба? Группа ол мұғалімдердің хабарламасын айтатын. Ол группа сендерге сөйлеу үшін арналмаған. Қазір мен тақтаға шығарам. Сендерге мен неге тапсырма берген болатынмын. Ал сендер қазір тексерем, орындады ма, орындамады ма, орындамады ма, орындады. Қазір мен ой құдай-ай, шатасып кетіппін ғой. Сендерге үй жұмысын мен берген жоқпын, еш жаттауға берген жоқпын, тек қана дәптерге жазуға бердім. Қазір мен кімнің бар, кімнің жоқ екенін тексеретін боламын. Асхат Алиби бар. Рахимжан Алимжан бар. Бейсенғали Бекжан. То есть Рахимжан Алимжан, Қабякежан бар. Бейсенғали Бекжан бар. Мейрамбеков Мирас бар. Сайлауов Бауыржан бар. Мекен Нұрым бар ма? Бар. Асхат Айлин бар. Берікбаева Гүлім бар. Русланова Русалина бар. Исабекова Ботагөз, Дәулетова Сабина бар. Исабекова Ботагөз бар. Мұратова Каусар бар. Искендір Інжу бар. Мына жерде барлықтарың бар екенсіңдер. Ал қазір мен сендерді мына кітаптан бүгін кітаптың бетін ашасыңдар. Нешінші бет. Балалар, бүгін ашасыңдар сендер. Ойбай-ай, құдай-ай. 81-ші бет. 81-ші бетті ашасыңдар. Мен сендерге қазір Торғай мен Бұтақ деген шуламай отырыңдаршы. Торғай мен Бұтақ деген бір топ, Торғай мен Бұтақ деген мәтін ертегі оқып берем, тыңдаңдар. Бір топ торғай ұшып келіп ағаштың... Не болды? Қай жеріне келміз? Ағаштың басына қонды. Кетіңдерші бар, немене істеп отырсыңдар, Бұл мен сендерге сабақ бермеймін. Басқа класстарға барам. Сенде класстардың қажет жоқ. Директорға айтамын сендерді. Тарсылатпаңдар, Келесі тип кәдімгі бәріміздегі бар мұғалімдер. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Отырыңдар. Мен сендерге үйде бүгін мәтінді көшіріп жазуға берген болатынмын. Ал мен сендерге қазір дәптерлеріңді тексеретін боламын. Мына жерге дәптерлеріңді алып қойып кетіңдер. Міне
дәптерлерім дайын болыпты. Қазір сендер бар ғой, ана жердегі ұзақ мәтінді оқи беріңдер, мен сендерге балдарымды қойып шығам. Ахам. Менде енді қызыл түсті, қызыл паста жоқ, соны қойдым. Қазір мен келем. Балалар, барлықтарының дәптерлерің, бағаларың мықты екен. Сау болыңдар, мінекей дәптерлерін таратып шық, Айлин. Сау болыңдар балалар, сабақ аяқталды. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Достар, менің видеома лайк басып, подписация етіп кетіңіздер. Мына жерде подписация деген оп-оңай сырға басып жүрсеңіздер болды. Және де ана жерде тұрған қоңыраушаны бассаңыз, сіз үнемі менің жаңадан шыққан видеоларымды көріп отыра аласыздар. Сау болыңыздар.